Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін 07.07.2026 жыл, яғни 7 июль орнық тұру күні. Ежелгі Қытай дәстүрінде бұл күн молшылық пен берекеге тілек айтуға арналған күн. Бұл күн бүгінгі күнде маңызды істерді қолға алмай қойсаңыздар болады. Жылға дейін күнделікті шаруалармен айналысқандарың дұрыс. Бүгін не ұсынылады? Күнделікті жұмыстарды аяқтау, сабыр сақтау, асығыс шешім қабылдамау, жоспар құруға болады, болашаққа демалуға болады. Бүгін не ұсынылмайды? Маңызды келісімдер жасау ұсынылмайды. Үлкен сатып алулар болмайды. Жаңа жобаны бастауға болмайды. Ауруханаға немесе науқас адамның үйіне баруға болмайды. Бүгін жылқы белгісі барлар, яғни жылқы жылы туылғандар, немесе жылқы айында туылғандар, бүгін сіздер әр іс-әрекеттеріңізге, сөздеріңізге ерекше жауапкершілікпен қарап, мұқият болғандарыңыз жөн. Ал тышқан жылқылар, бүгін сіздер сақ болыңыздар, абай болыңыздар. Қорытындылай келетін болсам, бүгінгі күнді тыныш өткізіп, энергияңызды сақтаңыздар. Бұл күннің энергиясы жалпы сипаттамасы ғана сіздерге айтам. Ал жеке туған картаңыз бойынша әсерлі болуы мүмкін. Жеке карта туралы басқаша обзор жасаймын. Тағы да айта кететін жағдай, бүгінгі күні активациясын қосып кетейін. Есікті тұзды сумен жуамыз. Есік терезелерін барлығын ашыңыздар. Үйдегі жамашылықтың бәрін шығарып, байлық пен жақсылық, жаңалықты кіргізем деп ашып қойыңыздар. Сол күндеріңіз сәтті өтсін. Тіркеліп отырыңыздар, қолдап отырыңыздар.